Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9-шы сабағымыз, яғни Ресейдің 2002 жылғы финалдық кезеңінің шешуін көрсетеміз. Бірінші сұрағымыз жук на палочке дейді. Таяқшада отырған қоңыз. Вертикальный стенаның жанында, вертикалды қабырғаның жанында АБ деген таяқша бар, ұзындығы L-ға тең. Және де оның астыңғы ұшында мына қоңыз отыр. Таяқша былай қарай, оңға қарай V жылдамдығымен жүре бастағанда, қоңыз таяқшаға салыстырмалы түрде U жылдамдығымен жүре бастайды. Сол кезде қай моментте таяқша қоңыз максималды ең жоғары биіктікке көтеріле алады. Және де ол қандай биіктік? Жақсы, біз бір бұнда есеп шығарған кезде қандай да бір уақытты, белгісіз бір уақыт аралығын қарастырайық. Сол кезде біздің қоңызымыз мына жерде тұрсын. Қоңыздың жүрген мына жолы U T-ға тең, T уақытында. Және де таяқшаның оңға қарай жүрген мына жолы V T-ға тең. Және де мына биіктік бізде максималды биіктік болсын. Таяқшаның жалпы ұзындығы L-ға тең болса, мына жақ L квадрат азайтылған V T квадрат түбірасты болады ғой, 90 градус. Мына жерде ұқсас тіктөртбұрыштар, ұқсас үшбұрыштар, ұқсас үшбұрыштар несін қолданайық, яғни UT бөлінген H тең болады. L бөлінген түбірасты L квадрат азайтылған V T квадрат болады. Осы жерден бізде H неге тең? U бөлінген L көбейтілген T түбірасты L квадрат азайтылған V квадрат T квадрат. H-тың уақытқа байланысты тәуелділігін таптық. Ол бізде U бөлінген L квадрат T квадрат азайтылған V квадрат T-ның 4 дәрежесі түбірасты болады. Енді ол максималды мәнін табу үшін біз туындысын тауып, оны 0-ге теңестіреміз. Сонда туынды алатын бөлігі ішкі жағындағы бөлік қой. Сонда оның туындысы неге тең? L квадрат T квадраттікі 2T болады, азайтылған V квадрат T-ның 4 дәрежесі ол 4T куб тең болады 0-ге. Осы жерден бізде қандай мән шығады? V квадрат T квадрат неге тең болады? L квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Енді оны орнына қоятын болсақ, VT L бөлінген түбірасты 2-ге тең. Так. Енді мына жерден бізде H max неге тең болады? U бөлінген L, көбден T-ның орнына L бөлінген түбірасты 2V-ны қоямыз. Және де жақшаның ішінде L квадрат азайтылған L квадрат бөлінген 2, яғни ода L бөлінген түбірасты 2 болады. Сонда L-дар қысқарады, түбірасты 2-лер көбейтіледі. Сонда U L бөлінген 2V. Бұл қандай жағдайда? Бұл егер бізде VT бізде егер кіші не болады? VT бізде L неге тең болып тұр? Түбірасты 2 VT болып тұр. Осы бізде егер кіші болса, үлкен болса UT-дан, үлкен немесе тең, яғни жылдамдығымыз кішіне тең түбірасты 2V болатын болса. Ол қандай жағдай? Егер қоңыз әлі неге үлгермеген болса, қоңыз жүгіріп үлгермеген болса, осындай жағдай болады. Ал егер қоңыз
бізде әлі жүгіріп үлгерген болса, точнее жүгіріп үлгерген болса, мысалы осы таяқша жерге құлағанша қоңыз бүйтіп жүгіреді ғой. Енді сол кезде мына қашықтық бізде максималды биіктік болады. Ал егер қоңыз бүйтеді, сонда міне қоңыз таяқша құлағанша жүгіріп үлгермеді деген сөз ғой. Жүгіріп үлгермеді. Егер қоңыз таяқша құлағанша жүгіріп үлгерсе, онда максималды биіктік бізде, егер U үлкен болатын болса, түбірасты 2V, максималды биіктігіміз ол біздің мына таяқшаның соңғы нүктесі болатын, А нүктесі болады. Ол H max неге тең? Яғни мынау бізде VT болады, мынау бізде UT тең болады L-ға. Значит, мынау L квадрат азайтылған V квадрат көбейтілген L квадрат бөлінген U квадратқа тең болады. Яғни егер жүгіріп үлгеретін болса, максималды биіктік мынаған тең болады. Жақсы, осымен бірінші есебіміз бітті. Екінші есеп. Электр тізбегі R деген қалыпты кедергіден және де X деген сызықтық емес бір белгісіз бір элементтен тұрады. Вольт-амперлік характеристикасы екеуінің мына суретте берілген, және де мына сыртқы жақтан V деген кернеу берілген. Сонда бірінші сұрағымыз біздің неге тең? Бірінші сұрақ, жылудың қандай бөлігі мына элементке, X деген элементке сәйкес келеді, яғни екі жағдайды қарастырғанда дейді. Бірінші жағдай V кішіне тең 2U0, екіншісі V тең болады 4U0. Енді бұл екеуі бастапқыда бірдей болады, қараңыздар, екеуінің несі бірдей. Яғни екеуінің де R кедергілері U0 бөлінген I0-ға тең, яғни екеуі қай моментке дейін U0 кернеуге дейін солай болады. Яғни егер бізде жалпы кернеуіміз 2U0-ден кішкентай болатын болса, яғни ол моментте екеуі бірдей резистор R несі бар, кедергісі бар резистор сияқты өздерін көрсетеді. Сонда екеуінен де бірдей тоқ өтеді, I деген тоқ өтеді. Екеуінің де кедергілер RR, сонда это бір A жағдайы үшін неге тең? X элементіндегі қуат, жылу мынаған тең. Жалпы жылу I квадрат R дельта T қосылған I квадрат R дельта T. Сонда міне жартысы сәйкес келеді екен. Ал енді B жағдайы үшін егер 4U0 болатын болса, онда не болады? Қараңыздар, мына екеуінде де U0 болған кезде 2U0, енді 4U0-да онда уже тізбекте тоқ I0-ға тең болады. X элементтің тоғы бір қалыпты болады. Демек, жалпы тоқта I0 болады екен. I0 болған кезде бізде R тізбегінде U0 болады. Онда мына жалпы несі 4U0-ға тең болатын болса, онда X-тегі кернеу 3U0-ға тең. Енді жазайық. Это бір бізде X-тің қуаты 3U0 I0 жылуы мынаған тең. 3U0 I0 дельта T ол X-тікі, және де U0 I0 дельта T ол R кедергісінікі. Сонда жауабымыз бізде 3 бөлінген 4, яғни 0,75 бөлігі X-те бөлінеді жылудың. Келесі біз енді екінші пунктқа барайық. Екінші пунктта X-тің қасына тағы да бір X тізбектес бүйтіп жалғап қояйық дейді.
x элементтің қасына тағы да сондай бір x элемент жалғап қояды. Сонда не болады? 2x-ті бір-біріне қосып жүретін болсақ, графигі бізде бұлай болады, міне. Демек, мынандай жағдайда дейді. Жалпы біздің кедергіміз 4u0-ге тең. 4u0. 4u0 деген қандай болады? Егер мынау 4u0 болатын болса, мынау u0 болатын болса, онда мына екеуінде 1,5u0-дан болады, е? 1,5u0, 1,5u0-дан болады. 1,5u0 деген екеуі үшінде, және жалпы u0-ін неге тең? 3u0-ға тең болып тұр. Мына жерде жалпы, графикте жалпысын көрсетіп тұр ғой. Екеуінікі 3u0. 3u0-де қараңыздар, тоқ шынымен i0 болады. Онда дұрыс екен. Яғни шынымен бұл жерде тоқ i0 болады, және де мына екеуінде 3u0, мұнда u0 болады. Онда біз екінші есепті қарастырайық. Это 2. Осы екеуіне дейді, екеуіндегі жылу, онда 3u0 i0 дельтаты бөлінген. Жалпы жылу ол осы 2x элементі қосылған біздің r кедергіміз. Мына жерде 3 бөлінген, яғни 0,75 болады екен. Енді біз соңғы пунктке барамыз. Үшінші пункт. Не дейді? Енді бұл элементті параллельно жалғаңыз дейді. Параллельно жалғап қойсақ, бұл x элементін. Онда екеуінде тоқ екесе азаймай ма? Яғни жалпы кедергісі екесе азаяды. Онда бізде графигіміз міне бұлай болады. Параллельно болатын болса, параллел. Енді осы екі элементтегі eta 3 неге тең дейді? Пайдалы әсер коэффициенті, жылудың бөлінуінің, долясы, точнее. Бөлігі, жылудың қай бөлігі осы жерде бөлінеді? Жалпы бізде 4u0 болады. 4u0 болатын болса, бұлардың әрқайсында бізде I деген тоқ ағатын болса, R-да 2i деген тоқ ағақпай ма? Жақсы, енді бұл екеуінде жалпы u0 болатын болса, R-да уже 3u0 болады екен, е? Önde u0 болады. Екеуінде u0 болатын болса, R-да 3u0 болады екен. Так, R бізде 3u0 болған R-да тоқ неге тең? 3i0-ға тең. Мына екеуінде i0 бөлінген. Так, мына екеуінде 1-ге 3i0. Так, 2i0 u0. Мына екеуінде u0 болатын болса, R-да 3u0 болады, е? Так, қайтадан қазір ойланайық. Бұл екі элементте 2i0 тоқ өтетін болса, жалпы, онда u0 болады екен. Ал 2i0-дан артық өтетін болса, ол кезде де олардың несі, кернеулері өсе береді, бірақ тоғы соғалпы қалады екен. Тоғы соғалпы қалады екен. Онда, значит, бізде тоғымыз мына жерде екеуінде 2i0 болсын. i0, i0. Сол кезде R-дан 2i0 өтеді. Значит, R-да 2u0 болады. Значит, мыналарда да 2u0. 2u0, демек, бұл сәйкес кеп тұр, е? Яғни, осы мына нүктедегі жағдайға сәйкес кеп тұр. Мына нүктеде. Енді осы жерден біз eta 4-ті табайық. Осы екеуінің 2u0 көбейтілген
2 так 2 U0 көбейтілген 2 I0 дельтаты бөлінген так 2 U0 көбейтілген 2 I0 дельтаты қосылған кедергіде 2 U0 көбейтілген 2 I0 дельтаты болады. Сонда бұның барлығын қысқартсақ, үстінде 4, астында 8 жартысы бөлінеді екен. Яғни параллельно болғанда керісінше әрдайым жарты болады екен. Егер бізде әрдайым дегенде осы жағдайларда жартылай болады екен. Ал тізбектес болса 0,75 болады екен долясы. Келесі есеп. Батарейка мен диод идеальны дейді. Батарейка идеальны деген сөз. Батарейкада ішкі кедергі бізде 0-ге тең деген сөз. Диод идеальны деген, яғни диод бір жаққа қарай, өзінің стрелка жағына қарай тоқты өткізе береді, әрдайым өткізеді. Ал бірақ былай қарайғы тоқты ешқашан өткізбейді деген сөз. Мынау идеальный диод деген сөз. Ал енді бізде бастапқы моментте К1 деген кілтті жабады дейді. Сосын тепе-теңдік орнағаннан кейін К2-ні жабады екен. Осы жердегі R1 және R2 кедергілеріндегі бөлінген Q1 және Q2 жылуларын табыңыз дейді. Эпсилон 2 эпсилон 1-ге тең, S1 S2 бір-біріне тең дейді. Бастапқы моментте жабайық, енді К1-ді жабайық. Мына К2 ашық болғандықтан ол жақ бізге ешқандай әсері жоқ. Мына жерде плюс-минус былай қарай жылу, яғни тоқ аға бастайды. Сөйтіп соңында мында S1 конденсаторында заряд толады. Бөлінген жылу неге тең? Жұмыс азайтылған конденсатордың энергиясының айырмашылығына тең. Бұл жылу мына R1 кедергісінде бөлініп жатыр. Жұмыс деген бұл электр қозғаушы күші жасаған жұмыс, яғни эпсилон көбейтілген, ол жердегі заряд Q. Азайтамыз. Соңғы сәтте Q квадрат бөлінген 2S болады. Бастапқы сәтте оның энергиясы 0-ге тең. Яғни Q-дің S эпсилонға тең екендігін білеміз. Сосын S эпсилон квадрат азайтылған. S квадрат эпсилон квадрат бөлінген 2S. Сонда бізде бөлінген жылу S эпсилон квадрат бөлінген 2-ге тең. Және де мына S1-де Q деген заряд пайда болады. Q1 деп қояйық. Q1 заряды пайда болады. Енді К2 кілтін жабамыз. Қараңыздар. К1 жабылып тұр ғой. Енді мына жерде бізде уже заряд бар. Мұнда басында қандай заряд бар? Жаңа Q1 заряды бар. Енді мына К2 кілті жабылады. Сол кезде мынау эпсилон 2 ол 2 эпсилонға тең. 2 эпсилонның мықты болғаннан кейін ол былай қарай тоқ жүргізгісі келеді. Былай жүргізейін дейді, бірақ мына диод өткізбейді. Сол үшін бүкіл тоқ былай ғана жүреді. Ол ақырындап мына нелерді зарядтайды. Мынаның Q2 зарядын береді. Мынағанда дополнительный заряд береді. Так, мынағанда Q2 заряды қосылады. Так. Ал так, мына былай қарай тоқ өтпейді, ал бері қарай да тоқ өту мүмкін емес. Сол үшін мына жерде жалпы тоқ, мына жақта тоқ 0-ге тең болады. Сол үшін R1 кедергісінде уже жылу бөлінбейді, яғни жалпы жылуды біз тауып қойдық, уже бөлінген. Енді бүкіл жылу R2 кедергісінде бөлініп жатыр. Сол үшін біріншіден біз нені жазайық? Мына Кирхов заңы бойынша, яғни Q2 неге тең? SU2-ге тең. Q1 қосылған Q2 ол SU1-ге тең. Соны U1 қосылған U2-ның біз
2 эпсилонға тең екендігін білеміз Кирхов бойынша. Уже соңғы моментте. Осы екеуінен нелер табайық. U1 ол бізде Q1 қосылған Q2 бөлінген S қосылған U2 Q2 бөлінген S тең болады 2 эпсилон. Q1 бізде S эпсилонға тең. Қосамыз, мына жаққа S-ны жіберейік. 2 Q2 тең болады 2 S эпсилон. Сонда Q2 бізде S эпсилон бөлінген 2-ге тең екен. Онда мына жақтан U2-ні табамыз. U2 неге тең? S эпсилон бөлінген 2-ні S-ға бөлеміз. Эпсилон бөлінген 2-ге тең. Ал U1 3 эпсилон бөлінген 2-ге тең екен. Енді бізде Q2 жылу неге тең? Жұмыс A2 азайтылған дельта W2. Q2 бізде жұмысымыз, бізде жалпы мына Q2 жаңа несі өтеді. Q2 эпсилон 2 азайтылған. Соңғы сәтте Q1 қосылған Q2 квадрат бөлінген 2-сі қосылған Q2 квадрат бөлінген 2-сі азайтылған бастапқы моментте Q1 квадрат бөлінген 2-сі не болады? Энергиясы болады. Осы барын орнына қоятын болсақ, S эпсилон бөлінген 2 көбейтеміз 2 эпсилонға азайтылған. Q1 қосылған Q2, яғни бұл неге тең, е? U1 S U1-ге тең. S бұл 9 эпсилон квадрат бөлінген 8-ге тең болады. Қосылған эпсилон квадрат бөлінген 8 болады мына жерде. Азайтылған S эпсилон квадрат, мына жерде S бар, бөлінген 2. Мына жерде 9-ға 1-ді қосамыз, 10 болып кетеді. 10 бөлінген 8. Q2 неге тең болып тұр? S эпсилон квадрат азайтылған 10 S эпсилон квадрат бөлінген 8 қосылған S эпсилон квадрат бөлінген 2. Мына жерде барлығына 8 ортақ бөлімге келтірейік. Мынау 8 болсын, мынау 1, мынау 4. Сол кезде не болады? 8 азайтылған ол минус 2 қосылған 4, 2 S эпсилон квадрат бөлінген 8. Мұнда ответ S эпсилон квадрат бөлінген 4. Жауап ретінде жазайық. Жауабымыз бізде бірінші резисторда бөлінетін жылу S эпсилон квадрат бөлінген 2-ге тең, ал екінші резисторда бөлінген жылу S эпсилон квадрат бөлінген 4-ге тең екен. Диодтан бола көрдіңіздер ме? Қызық бір жағдай болып тұр. Енді бүгінге соңғы есебіміз осындай гладкая проволока дейді, яғни сырғанамайтын проволока. Осы U тең AX куб заңдылығы бойынша қисайтылған. Және де ол осы Y осінен айналып жатыр дейді, омега бұрыштық жылдамдығымен. M деген кішкентай бір бусинка, бір сырғанамай қозғала алатын бір кішкене шарик ілінген осы проволокаға. Үйкеліс күші өте аз дейді. Біріншіден дейді, осының бір қалыпта орналасатын жаңа координатасын табыңыз. Екіншіден, осы координатасының маңайындағы кішкене жаңа тербеліс периодын табыңыз дейді. Енді мынаны бір үлкейтіп былай көрсетейік. Сол точкасы. Точкасына дейінгі қашықтық мына жақтан x0 болсын. Биіктігі былай қарай y0. Және де ауырлық күш әсер етеді. mg төмен қарай. Былай қарай центрден itергіш күш әсер етіп жатыр. Мына бұрышын тета десек, бұл тетаны қалай табамыз? Тангенс тета бізде dy бөлінген dx. Яғни y-тің туындысына тең. Тангенс тета бізде неге тең? 3ax0 квадрат.
Енді осы жерден екі күштің проекциясын тауып, проекциялар бір-біріне теңестіреміз. Себебі ол қысыр қанамайды ғой. Мынау неге тең? М омега 0 x, м омега квадрат x0 косинус тета. Мынау mg, бұрышымыз біздің тета болғандықтан синус тета болады. Сонда mg синус тета тең болады м омега квадрат x0 косинус тета. Массалар қысқарады. G көбейтілген тангенс тета тең болады омега квадрат x0. G көбейтілген тангенс тетамыз ол 3a x0 квадрат тең болады омега квадрат x0. x0 қысқарады. x0-ымыз біздің омега квадрат бөлінген 3a g-ға тең екен. Онда y-іміз бізде неге тең? y0-іміз a x0-ға тең. a көбейтілген x0, a x0 кубқа тең. Яғни мынау 6 дәреже болады. Бөлеміз 27 a куб g куб. Яғни қысқарады, a квадрат болады. Координаталарын таптық. Енді бізге қиын бөлігі кеп тұр. Яғни периодын табу керек. Периодты табудың екі жолы бар. Біреу энергия арқылы табу, екіншісі де динамика арқылы табу. Біз бірінші энергиямен табайық. Энергия бірінші жол. Біріншіден біз кішкене жылжуларды тауып алайық. Дельта y неге тең бізде? a x0 қосылған дельта x куб азайтылған a x0 куб. Бұл бізде a x0 куб қосылған 3 x0 квадрат дельта x қосылған 3 x0 дельта x квадрат қосылған дельта x куб азайтылған x0 куб. x0 кубтар қысқарады. Дельта x бізде әлде қайда кішкентай x0 ғой. Сол үшін дельта y-іміз шамамен тек бірінші бөлігін қана аламыз, қалған екеуін ескермейміз. Сонда 3 a x0 квадрат дельта x болып тұр. Ал енді мына ненің бойындағы мына қозғалу мына s, кішкентай дельта s бізде неге тең? Ол дельта x, дельта y болса, Пифагор теоремасы бойынша бізде кішкене қозғалу дельта x квадрат қосылған дельта y квадратқа тең. Бұл да шамамен бір қосылған 3 a x0 квадраттың квадраты, орнына қойып жатырмыз. Түбір асты сыртқа дельта x шығарамыз. Бұл бір қосылған жаңағы x0-ды орнына қойайық. Бұл не болады? Омега 0 4 дәрежесі бөлінген так 3a x0 омега квадрат бөлінген g квадрат. Так, омега квадрат бөлінген x0 квадрат деп тұрмыз ғой. Сол үшін бұл
9a квадрат g квадрат 3a. Бұлар қысқарады. Так, 3a осының еще квадраты болады. Сонда дельта s бізде шамамен бір қосылған омега 0-дің 8 дәрежесі бөлінген 9a квадрат g-дің 4 дәрежесі дельта x болады. Ал енді бізде энергиямыз неге тең? Біз бірінші кинетикалық энергияны жазайық. Бұл mv квадрат бөлінген 2, ja? Ал mv ол болса дельта s бөлінген дельта t квадрат бөлінген 2-ге тең. Ал потенциалдық энергиямыз бізде неге тең? mg потенциалдық энергия біріншіден бұл потенциалдық энергия гравитациядағы, ал мынау болса бұл центрден итергіш үдеудің потенциалдық энергиясы. Бұл яғни бұл күш неге тең еді? m омега квадрат x та. Ал потенциалдық энергия болса бізде ftx яғни m омега квадрат x квадрат бөлінген 2 болады. Содан шығып тұр. Так, енді осы потенциалдық энергияны толық ашып жазайық. Так, mg y0 қосылған mg y0 қосылған mg Так, мына жерде былай жасайық біз. Мына бөлік, мына жерде бізге маңызды екен. Мына 3a x0 дельта x квадратты былай не істемеу керек екен. Бұл шамамен тұра берсін. Осының орнына қоямыз. 3a x0 квадрат дельта x қосылған mg 3a x0 дельта x квадрат азайтылған m омега квадрат x0 квадрат бөлінген 2 азайтылған m омега квадрат x0 дельта x 2-дер қысарып кетеді, минус m омега квадрат дельта x квадрат бөлінген 2. Так, енді осы жерден басында мына жерде mg синус тета m омега квадрат косинус тетаға тең болған еді. Соны еске түсіре кетсеңдер, мынау и мынау. Мына екеуі, так, мынау емес. Мынау екеуі бір-бірімен қысқарады. Сосын бізде потенциалдық энергия бізде мынандай. Мына екеуі бір қалыпты сан, сол үшін екеуін с деп алайық. С қосылған так. Мына жерден жаңағыдан жерде m омега детально жазып жіберейін.
mg синус тета тең м омега квадрат x косинус тета. Синус тета бөлінген косинус тета неге тең mg. Так, y-тің производный ол 3ax0 квадрат 3a тең болады м омега квадрат x0. mg 3ax0 квадрат. Міне мынау да сондай, бұл м омега квадрат x0. Так, м омега квадрат x0 қысарып кетсе, значит бұл м омега квадрат болады. м омега квадрат мынау, яғни ал мынау м омега квадрат бөлінген 2-ге бір-бірін қысқартады. Сонда бізде жауабымыз м омега квадрат дельта x квадрат бөлінген 2 қалады. Мына жерде қайтадан жазайын. Потенциалдық энергия бізде бір тұрақты сан қосылған м омега квадрат дельта x квадрат бөлінген 2 болады. Енді біз толық энергияны жазайық. Толық энергия кинетикалық энергиядан м бөлінген 2 ds бөлінген dt квадрат қосылған м омега квадрат бөлінген 2. Дельта бізде дельта x'іміз неге тең болып тұр? Дельта s квадрат бөлінген бір қосылған омеганың 8 дәрежесі бөлінген 9a квадрат g-дің 4 дәрежесі қосылған с болады. Бұл бізде қандай неге ұқсас? Бұл жаңағы серіппедегі массаға қатты ұқсас та. Яғни бұл жерде бізде период неге тең болады? 2π түбір асты м бөлінген k-ға тең. Яғни бізде периодымыз неге тең болып тұр? Мынау м деген мынау масса м, м екеуі бірдей. Ана k-мыз бізде қайсы болып тұр? Ол бізде мынау болып тұр. K бізде мынау. Сол үшін 2π түбір асты м бөлінген м омега квадрат жоғары қарай шығып кетеді. Сонда жауабымыз 2π бөлінген омега түбір асты 1 қосылған омеганың 8 дәрежесі бөлінген 9a квадрат g-ның 4 дәрежесі болады. Енді тура осындай жауапты біз динамика арқылы да таба аламыз. Мынау энергия болды. Динамика деген қалай? Жаңағы жерде біз оны кішкене әрі қарай былай итереміз, мына жаққа қарай итереміз. Ол жерде бізде не болады? Уже бұрыш бізде тета қосылған дельта тета болады. mg былай қарай м омега квадрат x0 қосылған дельта x болады. И осы бұрыштар арқылы мына жақта артқа қарай қайтаратын күш пайда болады. Бұл күш бізде ма тең. ма неге тең? Яғни ма тең болады. Минус ма деп қойық. Бұл м омега квадрат x0 қосылған дельта x көбейтілген косинус тета қосылған дельта, косинус не десек болады? Бұны тета штрих дей берейік. Тета штрих азайтылған mg синус тета штрих болады. А деген бізде ол s-тің екінші производный, екінші туындысы. Давайте шығарып көрейік. Енді косинус тетамыз, тангенс тета штрих бізде неге тең? Ол бізде
бұл y0 қосылған дельта y бөлінген x0 қосылған дельта x-ке тең. Және де біз басында таптық қой. Арасында қарым-қатынастар, мына жерде арасында қарым-қатынастардан не істесеңіздер болады, пайдалансақ болады. Осының барын орнына қойса, мына жауап шығады. Осы үй тапсырмасы болсын. Жақсы, осымен біздің сабағымыз соңына келді. Сау болыңыздар.